Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Айдананың қуыршағы 14-ші бөлімін айтып беремін. Егер де оны 15-ші бөлімін көргілеріңіз келсе, менің арнама жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Айдананың үйіне бір адам келеді. Не ұстап? Чемодан ұстап. Сөйтіп әкесі ол адамды алып, қонақ бөлмеде ұзақ сөйлеседі. Ол адам кеткеннен кейін Айдананың анасы «Сенің басың істей ме?» дейді. Айдана сол кезде әкесі жутасын тегін беріп жібергенін түсініп қояды. Сөйтіп, анасы ас бөлмеге тамашауға кетіп қалады. Айдана әкесінің қасына барып, «Әке» дейді. «Қызым, мен жутасын тегін беріп жібердім» дейді. Сонда анам сол жутасын тегін беріп жібергенге бола ашуланып жатыр ма? Дейді. Әкесі «Иә» дейді. Әке жутасында паразит ішінде бар шығар. Бар ғой. Соны сіз неге айтпайсыз адамдарға жутасын алмасын деп? Егер жутасын ешкім алмаса не болады дейді. Әкесі, ол арзандайды. Құны түседі дейді. Ал жутасын кім сатып алады дейді. Алтын әшекейлер киетін өте бай адамдар әйелдеріне күйеуі сатып алып береді дейді. Онда айтсаңызшы, оны сатып алмасын, ішінде паразит бар екен дейді. Әкесі, жарайды, айтамын дейді. Егер де балалар бұны 15-ші бөлімін көргілеріңіз келсе, менің арнама жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.